Lesson 8. Plural nouns. 8-ші сабақ. Зат есімнің көпше түрі. To make a singular noun plural, you add s or es to the end, depending on the word's ending. Зат есімнің көпше түрін жасау үшін сөзге s немесе es жалғауын жалғаймыз. Бүгінгі сабақта сол s немесе es жалғауын қай кезде жалғау керек екенін үйренеміз. Add s to the end. Соңына s жалғауын жалға. A cat, cats. A house, houses. A boy, boys. Singular noun дегеніміз зат есімнің жекеше түрі. A cat, a house, a boy деген жекеше түрде тұр. Plural nouns дегеніміз зат есімнің көпше түрі. Олар cats, houses, boys. Мысық, мысықтар, үй, үйлер, ұл, ұлдар деп аударылады. A girl, girls. A desk, desks. A book, books. Көріп тұрғаныңыздай s жалғауын жалғадық. If the singular noun ends in s, ss, sh, ch, x, or z, add es to the end to make it plural. Егер де зат есімнің жекеше түрі s, 2s, sh, ch, x немесе z пен аяқталатын болса, оған біз es жалғауын жалғаймыз. Яғни көпше түрін жасау үшін es жалғауын жалғаймыз. Мысалы, a witch, witches. A class, classes. A fox, foxes. Other examples, басқа да мысалдар. A bus, buses. A glass, glasses. A dish, dishes. A match, matches. A box, boxes. A quiz, quizzes. Егер де зат есім f немесе fi-ге аяқталса, оның көпше түрін жасау үшін бірінші сол f, fi, vi-ға айналып барып s жалғау жалғанады. Мысалы, a leaf, leaves. A wolf, wolves. A knife, knives. Үстіңгі ережеге сәйкес емес те ерекшеліктер бар. Мысалы, a roof, roofs. A belief, beliefs. A chef, chefs. A chief, chiefs. Яғни f пен аяқталса да, үстіңгі ережеге сәйкес келмейді, ешқандай vi-ге өзгеріп s жалғанбайды. Осы сөздің өзіне s жалғана салды. Егер зат есімнің жекеше түрі y мен аяқталса, және де ол y әрпінің алдында дауыссыз әріп тұрса, онда ол i-es-ге айналып кетеді. Көпше түрін жасаған кезде ол y i-es-ге айналып кетеді. Мысалы, a city, cities. A puppy, puppies. A baby, babies. A lady, ladies. A cherry, cherries. A fly, flies. Ал егер де зат есім жекеше түрі y мен аяқталса, және ол y-дың алдында дауысты әріп тұрса, онда оған тек қана s жалғана салады, көпше түрін жасау үшін s қана жалғана салады. Мысалы, a toy, toys. A key, keys. A day, days. A ray, rays. A boy, boys. Егер де зат есім о-ға аяқталса, және ол о-дың алдында дауыссыз
әріп тұратын болса, онда оған ес жалғанады. Мысалы, a potato, potatoes, a tomato, tomatoes, a hero, heroes. Үстіңгі ережеге бағынбайтын ерекшелік. A piano, pianos, a photo, photos. Егер де зат есімнің жекеше түрі о-мен аяқталса және оның алдында дауысты әріп тұратын болса, онда тек қана с жалғанады. Мысалы, a zoo, zoos, a radio, radios, a video, videos. Сегізінші ереже. Irregular nouns, бұрыс зат есімдер. A child, children, a mouse, mice, a person, people, a man, men, a woman, women. Бұл жерде көріп отырғаныңыздай, с еш жалғаулары жоқ, яғни сөздер мүлдем басқаша көпше түрге айналып тұр. Бұл сөздерді жаттап алу керек. A foot, feet, a tooth, teeth, a goose, geese, an ox, oxen. Бұрыс зат есімдерді жаттап алыңыздар. No change, өзгеріс жоқ. Яғни бұл өзгеріс жоқ дегеніміз зат есімнің жекеше түрде де көпше түрде де бірдей. A fish, fish, a deer, deer, a sheep, sheep. Көрдіңіздер ме бірдей? Бұны да жаттап алу керек. Examples, мысалдар. They are my smart girls. Олар мен ақылды қыздарым. These buses are new. Мынау автобустар жаңа. People are scared of wolves. Адамдар қасқырлардан қорқады. Practice. Choose the correct answer. Практика. Дұрыс жауапты таңдаңыз.